Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, жұмсақ шығатын фридің қалай дайындалу тәсілін көрсететін боламын. Бірге жасайық. Ол үшін алдымен осылай 3 картошканы жақсылап ашып, жуып дайындап аламыз. Онан кейін мен осылай үлкен етіп, ірі етіп турадым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жұқа етіп те, кішкентай етіп те турай аласыздар. Және де міндетті түрде картоптың крахмалын осылай суда жақсылап қайта-қайта жуып, осылай кептіріп алуымыз қажет болады. Немесе салфеткеге салып кептірсеңіздер де болады. Бастысы судан жақсы кептіруіміз қажет. Және де крахмалын алынғанша 2-3 рет осылай жуып алатын боламыз. Яғни суымызды қайтадан төгіп, қайтадан жуып, және де кепкеннен кейін қызып тұрған майда осылай қуыратын боламыз. Және қуырып болғаннан кейін міндетті түрде салфеткамызға салып отыратын боламыз. Және де екінші ыдысымызға салфеткаға салынған фрилерді салып отыратын боламыз. Яғни майын сорып алады салфеткаде бұл жерде. Және кішкене дұрыс сеуіп, табада мен араластырып алдым. Мінекей достар, фрейіміз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Егер сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.